халық ақыны, әнші, композитор Кенен Әзірбаевтың бірнеше күйі бар. Ол енді нотаға да түсірілген, кейбір күйлердің оркестрде, жекеде орындап жүр. Сол күйлердің ішіндегі ең ерекше аталатын құлақ күйі. Бұл енді құлақ күйді өзі аты көрсетіп тұрғандай, әкем бұны жаңағы әншілердің алдында, немесе жұрттың алдында шығып, өзінің шабытын келтіру үшін, ішкетін дүниесін жаңағы әнге дайындау үшін осы күйді тартатын. Енді домбыраның құлағын келтірген сияқты ғой. Осы күйді тартып, әбден бабына барған кезде, сондай жаңағы тікші қалып дауысын шығарып ән қосатын. Енді бұл енді ұзақ күй болады, мен бала кезімде естуімше. Бірақ енді соның бір сарындары ғана менің құлағымда қалыпты. Соны енді түсіріп кетейін деп, шамам келгенше орындап берейін сол күйді.